Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының кезекті 20-шы тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. 14 қыркүйекте Қарағанды қаласында астаналық Жеңіс қызылордалық Қайсарды қабылдады. Чемпионаттың аутсайдерлерінің бірі Жеңіс командасы үшін бұл әрине өте маңызды ойын еді. Сондықтан болар астаналықтар көптен күткен жеңістеріне жете алды. Ойынның 34 минутында Жеңістің грузиялық шабуылшысы Георгий Пансулая матчтағы есепті ашты. Бірден 0 есебі матч аяқталғанға дейін өзгермеді. Қайсардың 2 айдан аса уақыт жеңілмей келген сериясы бұзылды. Алматыдағы Хан Тәңірі стадионында екінші елордалық команда Астана Петропавлды Қызылжарды қабылдады. Бұл ойында Астананың хорватиялық шабуылшысы Марин Томасовтың бірінші таймда салған 1 емес 2 голы есепке алынбады. Дегенмен бірінші таймның соңына қарай Астана пенальти тебу құқығына ие болады. Оны орындаған Джеффри Чинедудің соққысын Қызылжар қақпашысы Вадим Петров қайтарғанымен Чинеду екінші соққысымен матчтағы есепті ашады. Қызылжар да көпке созбай лезде десек те болады есепті теңестірді. Әуелеп келген допты баспен соғып голға айналдырған Қызылжардың украиналық футболшысы Алексей Шебетун. Елу 9-шы минутта Джеффри Чинеду баспен соғып гол салып матчта дубль рәсімдеді. Қорытынды есеп 2-1 Астананың жеңісі. Түркістан аренада жергілікті тұрған соңғы орында келе жатқан қарағандылық Шахтерді қабылдады. Бұл драмаға толы матч болды деп айтуға болады. Біріншіден бұл командалар Премьер-лигада қалу үшін күресіп жатқан командалар болатын. Шахтер соңғы орында келе жатса, Тұран командасы да қауіпті аймақта орналасқан еді. Матчтағы есепті 27-ші минутта алаң иелері ашты. Гол салып көзге түскен Тұранның ресейлік футболшысы Иван Хамуха. Елу 9-шы минутта шахтерлік Богдан Савкев ойындағы екінші сары қағазын алып алаңнан қуылады.
Осыдан кейін Туран ойыншысы өз айып алаңында тәртіп бұзып Шахтер командасы пенальти тебу құқығына ие болады. Оны орындаған Шахтердің колумбиялық ойыншысы Каньястың соққысын Туранның белоруссиялық қақпашысы Владислав Васильчук қайтарып, Туран қарымта шабуылға шығып кетіп гол салды. Бірақ бұл гол есепке алынбады, өйткені осының алдында Каньяс пенальти орындаған кезде тәртіп бұзылған болатын. Сондықтан Шахтер командасы пенальтиді қайтадан тебеді. Бұл жолы пенальтиді грузин Имеди Аштория сәтті орындап есепті теңестірді. Ойынның 75 минутында қарсылас команда ойыншылары бір-бірімен қақтығысып, Туран футболшысы Рахат Өсіпхановқа қызыл қағаз көрсетіледі. Бірақ эпизодта VAR жүйесі арқылы қараған төреші шешімін өзгертіп, қызыл қағазды сарыға ауыстырады. Бірде-бір есебімен аяқталғалы жатқан матчтың соңғы секундтарында Туран бұрыштама соққысын орындау құқығына ие болады да, және оны нәтижелі орындайды. Туранның солтүстік Македониядан келген легионері Александр Мишов баспен гол соғып, Туран жеңісті жұлып кетеді. Қорытынды есеп 2-1, Туран турнирлік жағдайын едәуір жақсартып алды. 15 қыркүйекте Семейдегі Спартак стадионында жүлделі орындарға үмітті жергілікті Елімай командасы қостанайлық Тобылды қабылдады. 11 минутта ресейлік футболшы Ислам Машуков Елімайды есепте алға шығарды. Ол Тобыл қақпашысы Стас Покатиловты қателестіріп, және сол қателікті өзі шебер пайдаланды. Сексен 89 минутта Жанали Пайруздың бұрыштамадан көтерген добын Елімайдың белорус футболшысы Никита Корзун қарсылас қақпасында тулатып есепті еселеді. Дегенмен 90+4 минутта Тобылдың сапындағы құрама командамыздың ойыншысы Ислам Чесноков өз голын салалды. Ол қарсылас команданың айып алаңында бәрінен айласын асырып кетті. Қорытынды есеп 2-1 Семейлік Елімайдың жеңісі. Ал Ақтөбе Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда Талдықорғандық Жетісуды қабылдады. Ақтөбеге чемпиондық таластан қалмау үшін тек жеңіс керек. Сол үшін де осы турдың алдында бас бапкерді ауыстырған болатын.
Ойын барысында алаң иелері басым болды және 36-минутта есеп ашты. Гол авторы панамалық шабуылшы Фредди Гандола. Қырық 44-минутта Ақтөбенің Гаитидан келген легионері Жан Жайро әдемі соққысымен есепті еселеді. Ал 75-минутта әуелеп келген топты баспен соғып гол салған Әлібек Қасым матчтың нүктесін қойды. Қорытынды есеп 3-0 Ақтөбенің ірі жеңісі. Шымкентте жергілікті ордабасы командасы Атырауды қабылдады. Ойынның 22-ші минутында айып тобын орындаған Асқат Тағыберген ғаламат гол салды. Шымкенттіктер жеңісті есепті матч соңына дейін ұстады. Оның үстіне 71-ші минутта Атырау ойыншысы алаңнан қуылған болатын. Қорытынды есеп 1-0 ордабасының маңызды жеңісі. Енді назарларыңызға 20-ші турдан кейінгі Қазақстан Премьер-лигасының турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестенің басына 34 ұпаймен Ақтөбе командасы оралды. Бірақ ақтөбеліктер семейлік Елімайдан қосымша көрсеткіштер бойынша алда тұр. 3-ші орында 33 ұпай жинаған Ордабасы командасы келеді. Дегенмен шымкенттіктер қарсыластарына қарағанда 2 ойын аз өткізгенін айта кетейік. Ал кесте түбіндегі 9 ұпайы бар Шахтер осы турда жеңіліс тауып, жағдайларын өте қиындатты. Сұрмергендер тізімін 8 голмен қазақстандық футболшы Ислам Чесноков жеке дара бастады. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 20-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. 21-ші тур ойындары 21-ші және 22-ші қыркүйек күндеріне жоспарланған. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.